Батыс Қазақстан облысына қарасты Қаратөбе ауданы таланттардың мекені. Мұнда өнердің, мәдениеттің майталмандары дүниеге келген. Қаратөбеліктер өз перзенттерінің шыққан биігі, жеткен жетістігімен мақтанады. Әрине, ұрпағы туған жерінің абыройын асқақтатса, ел үшін одан асқан мәртебе жоқ емес пе? Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында, егер құндылықтар жүйесінде білімділік басты құндылыққа айналған болса, ұлт табысқа жетеді деген болатын. Осы орайда ұлттық құндылықты жас жеткіншекке жан-жақты үйрету мақсатында ұстаздармен қатар қоғам белсенділері аянбай қызмет етіп келеді. Қасымхан Шоқанаев та Батыс Қазақстан облысына қарасты Қаратөбе өңірінде дүниеге келген. Жастайынан қолөнер саласына ден қойған. Ол есейген соң өзінің осы өнерін дамыту мақсатымен жоғары оқу орнына түсіп, білімін жетілдіреді. Бұл салада 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Ол Эльдани қайырымдық қорында мүсін жасаушы, бас мүсінші болып қызмет атқарды. Сөйтіп өзінің бойындағы талантын, қабілетін туған жеріне пайдалану мақсатымен өскен өңіріне оралды. Қасымханның талантын таныған жергілікті басшылар оның бұл өнерін жоғары бағалады. Балаларға үйрету, дарыту мақсатын ойлап, Қаратөбе аудандық шығармашылық орталыққа жұмысқа алады. Кенже қалған өнерді қайта жаңғырту Қасымханның алға қойған мақсаттарының бірі еді. Сөйтіп өзінің жаны қалаған іске алаңсыз кірісті. Жалпы бүгінде қыш өнерін үйренем, меңгерем деген жас өскіннің қатары жыл санап артып отыр. Ол балаларды сабырлылық пен төзімділікке, шыдамдылыққа баулайтын өнердің түрі болғандықтан, ата-аналардың да Қасымханға деген ықпалы зор. Әсіресе бұл өнер саусақтың ұсақ моторикасын жаттықтыруға және ойлауды өз-өзіне деген сенімділікті арттырады. Сондықтан аудандағы мүмкіндігі шектеулі балалар бұл үйірмеге көптеп тартылды. Қасымхан қыш бұйымдарды өндіруде жергілікті жердегі табиғи материалдарды пайдаланады, яғни саз балшықты алыстан тасымалдамайды. Ал одан бөлек оның қолынан шыққан керамикалық кәдесыйлықтар аудан халқының сұранысына ие болуда. Сол себепті де Қасымханның алдағы уақыттағы негізгі жоспары балаларға арналған оқыту курстарын ашу. Одан бөлек өз кәсібін өркендетіп, тұрғылықты халықтың сұранысына сай өнім өндіріп кәсібін дөңгелету.